Сәлеметсіз, физик бұл оптикасы деңгей 6-шы есеп. Дене жинағыш низадан 9 см қашықта орналасқан кезде дене 4 есе ұлғайған жорамал кескін береді. Жорамал дегеніміз ол жалған деген мағына береді. 4 есе ұлғайған нақты кескін, яғни шын кескін алу үшін дене мен линзаның арақашықтығы қанша болу керек дейді. Бұл жерде біз мынаны ескеруіміз керек болады. Яғни D1 деген D1 ол 9 см және ұлғайту келтірген G1 деп келтірсем болатын шығар, ол 4-ке тең. 4 дегенде ол кіші f бөлінген d, иә. Өшірін f1-ді табатын болсам, онда мен 4-ті d1-ге көбейтіп тастауым керек болады. f1 d1 деп қойып. Сонда 9-ды көбейтемін 4-ке, сонда бізде 36 см қашықта болады екен. Бізде жинағыш линза деп айтылған, иә. Яғни бірінші жағдайда онда бізде d-мыз кіші болып тұр f-тан деген сөз. Бұл жалған алуға болатын шарттың бірі осы. Яғни тек қана жалғыз ғана шарт бар, осы ғана. Келесі енді біз фокус арақашықтықты тауып алсақ болады. Осы арқылы фокус арақашықтықты табамыз. Яғни 1 бөлінген f, дене бізде жинағыш линза, сондықтан мына жер плюс болады. 1 бөлінген d жорамал кескін алған себепті мына жер минус болып кетеді. Енді бұны ортақ бөлім келтіретін болсақ, мұнда f болады, мына жерден d болады деген сияқты, иә. Сонда бізде 1 бөлінген f тең болып кетеді. F минус d, мұнда d-ға f-ті көбейтіп жібереміз. Енді осы жерден f-ті табу үшін әрине екеуінің орнынан ауыстырамыз, үстінде көбейтеміз, астында азайтып жібереді екенбіз. Сантиметрмен ала берейік, өйткені кейін олар қысқарып кетеді. Сонда 9-ды көбейтіп 36-ға, мына жерден 36-дан азайтамыз 9-ды. Сонда бізде қанша шығады десек, 9 көбейтілген 36, мұнда қанша болады? 27 шыға ма? Қысқарады. Мұнда 3 болады десек, сонда 36-ны 3-ке қысқартсақ 12 сантиметр болып кетеді. Яғни бізде линза өзгерген жоқ, демек бізде фокус арақашықтығымыз сол тұрақты түрінде қалып қояды деген сөз. F-міз константа болып қалып қояды. Енді келесі бір момент, бізден сұрап отқаны G, яғни G2 тең болады 4-ке, бірақ осы жолы шын деп келтірген. Шын болатын болса, уже ол там d-мыз по-любому үлкен болады f-тан, иә. Яғни там 5 шарт бар, 5 шарттың бәрін қарау үшін ол телеграмда тұр, телеграм чек-лист, ол тегін қаралып, тіркеліп, жүктеп ал. Так, бұл жерде g тең болады 4-ке, 4 сонда f бөлінген d. Бірақ мына жерде d2-міз белгісіз. Мынау как раз бізде белгісіз, f2 тоже белгісіз. Не істейміз? Біз осы жерден f2-ні өрнектеп алатын болсақ, f2-міз тең болып кетеді 4d2-ге. Яғни формулаға салатын болсақ, мынау осы жолы бірақ шын кескін деп айтылған. Сондықтан 1 бөлінген f жинағыш болған себепті плюс болады, 1 бөлінген d и плюс 1 бөлінген f2 болады. Мына жер d2 болады, иә. Орындарына қойып жіберетін болсақ, 1 бөлінген d2 қосамыз 1 бөлінген 4d2. Ортақ бөлім келтіреміз, сонда бізде 4-ке 1-ді қосып жібереміз. Мұнда 4d2, сонда бізде 5 бөлінген 4d2. Осы жерден біз d2-ні табамыз десек, сонда d2-міз тең болып кетеді. Яғни d2-ні тапсақ бізде 5-ке f көбейтіліп 4-ке бөлініп кетеді екен. Болды, ары қарай. Сонда 5 көбейтеміз 12 сантиметр бөлеміз 4-ке. Яғни біз қысқартсақ, мына жерден 3 шығады, 5-ке 3-ті көбейтсек 15 сантиметр болады екен. Міне осындай шығару жолы. Әрине бұл ұзақтау болуы мүмкін, иә. Яғни мына шарттарын нақтырақ білу керек болады сендерге. Мына жерде тоже жалған, жалған деп қойық. Осы шарттарды кәдімгідей жатқа білу керек болады. Қай кезде плюс, қай кезде минус. Мына жерде минус болады, егер кескін жалған болса, яғни кіші f-тің алдына минус болады, егер жалған болса. Мына жер қашан минус болады десеңдер, ол жер мына жерде жинағыш емес, шартқыш линза болатын болса, үлкен f-тің алдында тоже минус тұрады. Жинағыш болған себепті бұл жерде плюс тұр, тоже мына жерде плюс болып тұр. Енді бұл есепті екінші әдіспен шығарып көрсетуге тырысамын, ол сәл басқашалау, ал кеттік. Бұл жерде біз мынандай, яғни ол айтылмаған сөзде, бірақ оған біз назар аударамыз. Не? Линза өзгермеген. Линза ол тұрақты. Не тұрақты? Значит, бізде ол фокус арақашықтық тұрақты деген сөз. Линза өзгермесе оның былай айтқанда радиус тұрақты болса, f тұрақты, білесіңдер. Яғни біз екі жағдай келтіреміз. Бірінші жағдайда ол мына жерде 1 бөлінген f тең болады 1 бөлінген d1 минус 1 бөлінген f1 болады. Келесі момент, екінші жағдай, ол бізде сол 1 бөлінген f-міз тең болып кетеді 1 бөлінген d2 плюс 1 бөлінген f2. Мыналар жоқ дейтін болсақ, жоқ, олар бар. Неге екені g-міз тең болып тұр. Яғни g1 тең g2-ге
как ни странно, иә. G1 тең G2-ге мына жерде өзгертуге де болады екен кейінгі жолды. Олар әрине f бөлінген d-ға тең болады. Осы жерден f тең болады g көбейтеміз d-ға, иә. Яғни 2f-та бізде орнына қойсақ болады. Мына жерде 1 бөлінген f тең болады 1 бөлінген d1 минус 1 бөлінген 4 d1 деп. То же самое жерге 1 бөлінген f тең болады 1 бөлінген d2 минус 1 бөлінген 4 d2. Я? Ортақ бөлім келтіреміз. 4 болады. Мына жер, значит, бізде 3 бөлінген 4 d1 дейтін болсақ, мына жер бізде плюс қой мына жер. Плюс болған себепті мында 4-тен береміз тағы 5 бөлінген 4 d2 болады. Есеміз, мыналар бір-біріне тең болған себепті мыналарды теңестіріп алуға болады. Кеттік. Сонда 3 бөлінген 4 d1 тең 5 бөлінген 4 d2. d4 қысқарып кетеді. Осы жерден біз d2-ні тап дейтін болса, онда d2-міз тең болып кетеді. d1-ге 5-ті көбейтіп 3-ке бөліп тастаймыз. Қалған математика. Яғни 9-ды 9 см көбейтіп 5-ке бөліп тастаймыз 3-ке, яғни 15 см шығаруға болады екен осылай. Әрине, бұлай да шығаруға болады. Яғни f-ті тауып барып, немесе f-ті таппай бірден шығара салуға болады екен. Есебін ұнады деген үміттемін. Ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарийді бөлесіз. Ондай жасауға болатын шығар. Ал келесі уақытта кездескенше.